Ғаламтор заттары, нанотехнологиялар, цифрлық білім беру және электрондық сауданың дамуы қазіргі заман адамдардың күнделікті өмірінде және тұтас өңірлердің экономикасындағы ауқымды өзгерістер қарсаңында тұр. Қазірдің өзінде сарапшылар бұл өзгерістерді төртінші индустриалды төңкеріс деп атап, оларды осыған дейінгі технологиялық дүмпулердің бірізді тарихына жатқызып отыр. Ал бұның республикадағы ішкі үдеріске тигізетін ықпалы қандай? Бұл туралы Digital Kazakhstan арнайы бағдарламасында әңгімелейтін боламыз. Бүгінгі бағдарламада блокчейн технологиясы әр қазақстандықтың өміріне қалайша әсер етеді? Неліктен баршамызға үйреншікті еңбек кітапшалары қажет болмай қалады? Дәрі-дәрмектердің өндірушіден тұтынушыға дейінгі жолы. Соңғы жылдары жаңа технологиялар әлем бойынша миллиондаған адамның өмірін қатты өзгерте түсті. Алайда блокчейн жаңа электрондық технологиясы авторларының пайымынша цифрлық төңкеріс осымен тоқтамай, енді ғана бастау алып жатқан көрінеді. Оны ғаламтордың пайда болуы секілді жетістікке теңесе, оның кең қолданысы күллі әлем қоғамдастығының жұмыс істеу ережелерін мүлдем өзгертеді деп болжанып отыр. Блокчейн технологиясы әртүрлі салаларда, медицина, білім беру, мемлекеттік секторда қолданылып, яғни өзгермейтін бір орталыққа жинақталмаған ақпаратты жазуды талап ететін салалар. Бұл жүйе ең алдымен көптеген қоғамдық үдерістерді орталықтандырылған басқарусы жүргізуге мүмкіндік береді. Шын мәнісінде бұл бір ұйым емес, бірден жүздеген тіпті мыңдаған адам толтырып отыратын дерекқор. Герман Греф говорил, что технология блокчейна изменит мир. Если говорить дословно, переводить слово блокчейн, оно переводится как цепочка блоков. Герман Греф айтқандай, блокчейн технологиясы сөзбе-сөз аударсақ, блоктар тізбегі дегенді білдіреді. Бұл үлестірілген дерекқор. Басқаша айтқанда, бұл қағазға жазып алуға болатын. Кез келген мәліметтерді сақтайтын бухгалтерлік есеп кітабы. Которые можно записать на бумаге. Но они защищены шифрованием, и взломать их практически невозможно. Осы дерекқордың өзгелерден тағы бір ерекшелігі, мұнда келіп түскен кез келген ақпарат енді ешқашан жойыла немесе өзгертіле алмайды. То есть те транзакции, которые происходят. Демек, орын алған транзакцияларды қолдан жасауға, не болмаса өзгертуге болмайды. Өйткені бұл сенімді тізілім, басқа ештеңе керек емес. Үдерісті сертификаттайтын ешқандай да үшінші тұлғалардың қажеті жоқ. Жаңа технологияның негізгі тұжырымдамасы делдалсыз жұмыс, яғни қажетті ақпарат әртүрлі ұйымдар мен жүйелер арқылы емес, бірден сауал жіберушінің өзіне жеткізіледі. Для того, чтобы оплачивать. Белгілі бір келісім шартты төлеу үшін тұтас бір тізбекті қолданатынбыз. Бизнес үдерісі ұзаққа созылып, бір әрекетті басынан аяғына дейін жеткізу үшін соның ішінде өзара мәмілеге келу туралы келісімге қол қою, тағы басқа осының бәріне шамамен бір апта кететін еді. Ал бұл тізбекке компоненттің бірі ретінде блокчейн қосылып, үдерістің бәрі қайта қарастырылғаннан кейін бұған бірнеше минут қана жұмсалатын болды. Процессы теперь это занимает буквально несколько минут, условно говоря. Қазақстанда блокчейн туралы осыдан бір жылдай бұрын ғана айтыла бастады. Бүгіннің өзінде оның көмегімен көптеген бизнес үдерістер оңтайланып келеді. Мысалы, Алматы Техгарден дербес кластерлі қорының жанында арнайы бағдарлама әзірлеумен айналысады. Жақын арада сол арқылы блокчейн негізіндегі платформа арқасында қосылған құн салығын санау механизмін автоматтандыруды жоспарлауда. Мы планируем включить в эту систему все. Біз осы жүйеге Қазақстанның барлық екінші деңгейлі банктерін, сондай-ақ мемлекеттік кірістер комитетін енгізуді көздеп отырмыз. Яғни олардың барлығы қатысушылар және тауар өндірушілері, әрі тауар мен қызмет тұтынушылары арасындағы бүкіл өзгерістерді онлайн тәртібінде көретін болады. Егер бұрындары нақты 2 немесе 3 тауар өндіруші мен тұтынушы арасында қандайда бір өзгерістер және кемшіліктер болса, қазірде мұндайға жол берілмейді. Өйткені орталық жүйе блокчейн технологиясының ерекшеліктерін пайдаланып, барлық жазбаларды онлайн қайталап отырады. Ең алдымен бұл жоба мемлекет үшін тиімді. Өйткені осы бағдарламаның арқасында барлық салық аударымдарын қадағалауға болады. Үкіметтің жоспарына сай, осындай ашық жүйе кәсіпкерлерді тәртіпке үйретіп қана қоймай, республикалық бюджетті айтарлықтай толықтыра түспек. Предполагаемый эффект, который сегодня заявлен Министерством финансов, это
Бүгінде қаржы министрлігі мәлімдеген болжамды нәтиже бойынша бюджетке 1 триллион теңгеге дейін қосымша кіріс түсуі тиіс. Екінші жағынан бұл қосымша құн салығын қайтарудың оң амалы. Өйткені тауар экспортқа шыққанда қосымша құн салығы бойынша қайтарым жүріп жатады. Осы жүйелердің барлығы реттелгенде жемқорлыққа жол берілмей, бюджетке тиесілі қосымша 1 триллион түсетіні анық. Составляющей. То есть и бюджет в итоге будет получать свой положенный 1 триллион дополнительно к тому, что он получает. Бұл жүйе кәсіпкерлерге де тиімді. Себебі ол қосымша құн салығының дер кезінде әрі лезде қайтарымын қамтамасыз етеді. Сонымен бірге есеп беру секілді жалықтыратын қағаз жұмысының қажеттілігі болмай, кәсіпкерлердің қаржысы мен уақыт үнемделеді. Система позволяет точно управлять возвратом. Жүйе қосымша құн салығының қайтарымын нақты бақылауға мүмкіндік береді. Бизнес үшін артықшылығы сол қосымша әрекеттерді қолданбай-ақ қосымша құн салығын қайтара алады. Алайда белгілі бір шарттары бар, әрі ол шарттарды орындау керек. По определенным условиям, если он все соблюдает. Осы саланың тағы бір ауқымды жобасы электрондық цифрлық еңбек кітапшасы. Оны келесі жылдың басында бизнес жүйесіне енгізу жоспарланып отыр. Технология қызметкерлер мен жұмыс берушілерге қағаз жүзіндегі құжат айналымының барлық кемшіліктерінен құтылып, сондай-ақ жазбаларды тексеру қажеттілігінен арылуға көмектеседі. Өйткені оларды қолдан жасау мүмкін емес. Мы идем к тому, чтобы HR не занимался рутиной. Біз HR мамандарының кертартпа жұмыс, қағаздармен қоңырау шалып мәліметтерді тексерумен айналыспауына келе жатырмыз. Осы құрал арқылы ол қызметтердің бұрынғы істеген компанияларын көріп, бұл мәліметтердің рас екенін біліп отырады да осыған қарап нақты шешім қабылдайтын болады. Ал қазіргі уақытта HR 90% уақытын қоңырау шалумен тексеруге кетіріп, 10% ғана шешім қабылдауға жұмсайды. Шын мәнісінде ол қағазбен емес, ұжыммен, қызметкерлерді басқарумен айналысуы тиіс. Компаниямыздың басты мақсаты құжат айналымынан толық бас тартып, қағаздарды қолданбай цифрлық деңгейге өту. Өйткені біз цифрлық Қазақстан болуға ниеттіміз. Не было бумаг, все было в цифровом виде, потому что мы идем к цифровому Казахстану. Электрондық цифрлық еңбек кітапшасын әзірлеушінің жоспары барша жұмыс істейтін қазақстандықтарды бір тұтас дерек қорға жинау. Бұл компаниялар үшін қызметкерлерді іздестіру ісінде жылдамдатса, мемлекет еңбек нарығының жағдайы бойынша сенімді статистиканы шығара алады. Жобаның авторлары интерфейске де мән беріп, оның әр адамға түсінікті болуын қамтамасыз еткен. Здесь вы видите страницу профиля пользователя. Здесь есть все данные о... Осында пайдаланушының парақшасын көріп отырсыз. Мұнда қызметкер туралы барлық мәліметтер бар. Яғни ол жайлы жеке ақпарат, құзыреті, жеке қасиеттері, сондай-ақ жұмыс пен жалақының тарихы көрсетілген. Сонымен қатар компания қызметкер туралы пікір қалдыра алады. Ол оң немесе теріс пікір болуы мүмкін. Осында сертификаттар бар. Сертификатқа ие қызметкерлер, яғни компаниялар және оның жұмысшылары туралы толық ақпарат берілген. Сотрудники, кто имеет эти сертификаты, то есть полная информация о компаниях, а также и их сотрудниках. Блокчейн жүйесін қолдану осыншама ауқымды болмауда мүмкін. Алайда оған негізделген барлық жобалар секілді қоғамға пайдасын тигізу керек. Әзірлеушілердің көздегені белгілі бір тауарларды қадағалау бойынша бір қатар ұялы және веб қосымшаларын жасап шығару. Мысалы, азық-түлік тауарлары немесе дәрі-дәрмек. Было бы неплохо сделать так, чтобы человек, приходя в аптеку, к примеру... Адам дәріханаға келіп, мысалы, штрих-кодты сканерлей алса, жақсы емес пе? Осылайша сатып алатын дәрінің фальсификат еместігіне көз жеткізіп, тіпті оның сол жерге жеткізілу тарихында қарай алады. Бұл жерде блокчейн сценарийі қолайлы болар еді. Яғни өндіруші, сатып алушы, дәріхана, дүкен, тағы басқа осылардың барлығы ақпаратқа қол жеткізіп, соның ішінде дәрісі бар қораптың тарихын біле алса. Оны жасауға арналған реактивтерді өндіруден бастап сөреге дейінгі жолын қарай алса. Тіпті керемет қой. Осындай дерекқорды денсаулық сақтау жүйесінде де қолдануды жоспарлап отыр. Дәлірек айтқанда, әр емделушінің цифрлық сырқатнамасын жүргізу көзделіп, ондағы әр түрлі дәрігерлердің қалдырған әрбір жазуы автоматты түрде бір жерге сақталатын болады.
Блокчейн коммуналдық қызметтердің де жұмысын жеңілдете алады. Электр қуатының белгілі бір көлемін тұтыну кезінде блоктардың интеллектуалды тізбегі есептеуіш құралының мәліметтерін автоматты түрде электр желісі дерекқорына аударып, кері байланыс ретінде тағы да автоматты түрде төленген шотталады. Также применяется в таких направлениях, как интернет вещей. Сондай ол ғаламтор заттар секілді бағыттарда да қолданылады. Тұтас желіге қосылатын девайстар көп болған жағдайда және осыны растаудың өзі, яғни девайстың соған тиесілі екендігін, әрі авторизацияда блокчейн арқылы жасалады. Демек қосымшалар көп. Осы тұста блокчейн көптеген индустриялардың үдерістерін түбегейлі өзгерте алатын негізгі технология рөліне ие. Которые сегодня серьезно меняют процессы для многих индустрий. Шыны керек, блокчейн инновациялық технологиясы бірегей технология. Жүйе өмірдің кез келген үдерісіне, тіпті банк саласының алаяқтардан қорғану ісінде де қолданыла алады. Например, там база данных, я не знаю... Мысалы, сенімсіз несие төлеушілерінің немесе алаяқтардың дерекқорын сөз етсек, алаяқтар әртүрлі банктерге келіп, несиелерді рәсімдеп, ақша алып жатады. Бір банкте оны білсе, екінші бір банкте оны танымауы мүмкін. Осындайда жаңағы дерекқордың пайдасы өте зор. Егер банктер ақпаратпен бөлісіп отырса, демек бір банкте пайда болған мәлімет бірден басқа банктердің бәрінде де пайда болып, жазбалардың бір мезетте дерекқорға енгізілгені қолайлы. Запись происходит сразу во все эти базы данных одновременно. Қазіргі уақытта жобалардың дені әзірлену үстінде. Оларды қазақстандықтардың күнделікті өміріне енгізу үшін республика бойынша бар күш салынып келеді. Ол үшін алуан түрлі іс-шаралар ұйымдастырылып, соның ішінде жуырда Алматыда өткен Open Innovations Day шарасына атауға болады. Сарапшылар талқылау барысында бірқатар түйткілдерді көтеріп, блокчейн технологиясын енгізуге қатысты мәселелерді болашақта қолға алу қажеттілігін белгілеп өтті. Біздің ойымызша бұл орын алған бір төңкерісшіл үдеріс. Өйткені әр қайсымыз білетіндей нақты қаржы саласын алатын болсақ, мұндағы көптеген дүниелер кертартпа тәртіпте қалып қойып жүзеге асырылып отырған. Алайда технологиялардың дамуын тоқтатуға болмас. Сондықтан осы төңкерісшіл үдеріске сай жаңа құралдар пайда болып, соның бірі блокчейн технологиясы. Біз шынымен блокчейннің әлемді қауіпсіз, таза, жақсы етуге үлес қоса алатынына сенімдіміз. Блокчейн қаржы жүйесін түбегейлі өзгерте алатынына қазақстандық блокчейн қоғамдастығының негізін қалаушылары да сенімді. Қоғамдастық биылғы жылдың көктемінде жұмыс істеп бастаған. Ұйым қызметінің негізгі бағыты блокчейн технологиясын негізінде дамып келе жатқан криптовалютамен жұмыс істеуді үйрету. Қоғамдастықтың негізгі мақсаттарының бірі халықты үйрету, біліммен бөлісу, жұртқа нағыз криптовалютаның не екендігін көрсетіп, шынайы емес криптовалютаны ажырата білуді таныту, адамдардың алдануына жол бермеу. Біз елдің сауаттылығын жоғарылатып алаяқтардың қулығына түспей, өз ақшасынан айырылмай қайта қаржысын сақтап қалуын және көбейте түсуін қалаймыз. Алға қойған мақсаттарына жету үшін Батырбек Омаров өзінің пікірлес командасымен бірге оқыту курсын ашып, ол жерде криптовалютаны қолдану туралы егжей-тегжейлі үйретеді. Бұған қоса, олар блокчейн негізінде жұмыс істейтін электрондық ақша арқылы төлем жасауға мүмкіндік беретін қосымша әзірлеумен айналысып отыр. Мы разрабатываем одно приложение, в котором можно будет... Біз бір қосымшаны әзірлеп жатырмыз. Соның арқасында криптовалютамен кез келген төлем жасауға, мысалы заттарды, киімді сатып алу, тамақ үшін шотты төлеуге болады. Бұл қосымша Қазақстан нарығына бейімделіп жасалады. Астана халықаралық қаржы орталығыда білім беру семинар топтамасын өткізуді көздеп отыр. Осы дәрістер аясында АХКО қызметкерлері, банк құрылымының жұмысшылары, мемлекеттік қызметкерлер, ғаламтор кәсіпкерлер мен технологияға қызығушылық білдіргендер блокчейн туралы теориялық білім алумен қоса тәжірибелі бағдарламашылардың жетекшілігімен өз идеяларын жүзеге асырудың алғашқы жобаларын жасап шығаралады. Интеллектуалды блокчейн орталығын Экспо 2017 көрмесіндегі стартап хабы негізінде іске қосуды жоспарлауда. Жоспар бойынша Қазақстаннан ғана емес, өзге елдерден де стартаперлер, әзірлеушілер шақырылады. Олар осында жасаған жобаларды кейін Астана халықаралық қаржы орталығы өзінің бизнес үдерістеріне қолданатын болады. Біз бұл жерде технологиялық әріптес ретінде қызмет атқарамыз. Яғни өзіміздің бұлтты ресурстарымызды ұсынып, оларды қолдануға мүмкіндік беріп, белгілі бір әдістемелік көмек көрсетіп, демек, оқыту керек болса, жаттықтырушылар, әзірлеушілеріміз қажет болғанда, оларды осында тартып,
жобаларды жүзеге асыруга жардам бере алабыз. Әзірше блокчейн технологиясы негізінде бағдарламалық жасақтаманы қолдану аса ауқымды емес. Көптеген әзірлемелер болып жатқан бизнес үдерістеріне бейімделу жүйесі барысында тұр. Бірақ сарапшылардың бұған байланысты болжамдары өте позитивті. Мамандардың пікірінше, 2020 жылға қарай осы бағдарламалардың нарық көлемі 20 миллиард долларға бағаланып, жыл сайынғы өсімі 58% көрсеткішке ие болады.